Айбек, қайда жүрсің? Жүгірмек-ау. Ала ғой, міне, атаң сұраған шыны тостаған. Сұрағанына біраз болды. Ұят-ай, өзің келіп алғаның ыңғайсыз болды-ау. Апарып бер дегенме біраз болды ғой. Осы сен қайда жоқ болып кетесің? Керемет. Тілегім қабыл болып, саусақтарым ұзын, құлағым үлкен болса екен. Саған келіп жүргеніме көп болды. Осы тілектерім бір күн орындалатынын білемін. Тілектерім орындалғанша күнде келіп тұруға сөз беремін. Күнде осында келемін де, мен саған көмектесе аламын. Аққайшы, Мен ағаштардың тілін білемін. Неге ұзын саусақ, үлкен құлақ сұрадың? айтсам, сен тек ешкімге айтпаймын деп сөз бер. Домбыраны үніне алғаш естіген күннен бастап бірден ғашық болдым. Алайда шертіп көріп едім, қолымнан келмеді. Басқа күйші, әнші жырауға қарасам саусақтарым басып, шерістері керемет әуен болып төгіледі. Олардай бола алмайтынымды түсініп, солардыкінше ұзын саусақ, үлкен құлақ тілейтін болдым. Сол үшін тілек ағашына күнде келіп тілек тілеймін. Көрейін, ағаш не дейтін? Аха. Ағаш не деп жатыр? Тілегің орындалады деді. Шынымен де. Бірақ ағаштың бір шарты бар. Қандай шарт сонда? Айбек Аққайшыға берген уәдесі бойынша домбыра үйренуге күнде бару керек. Және әр барған сайын ағаштан бір байлаудан шешіп отыру керек еді. Айбек басында аса қатты сенбеді, дегенмен сөзінде тұрды. Арада біраз уақыт өткен соң Айбек шынымен домбырада жақсы ойнай алатын болды. Оны байқаған Айбек енді ағашқа қуана келетін болды. Аққайшы, көмегім керек. Сен ағаштың шарттарын орындап жүргем, бірақ бұл соңғысы. Енді не істейміз? Керемет. Сен шынымен де сөзінде тұрыпсың. Расымен де бұл соңғысы ма? Жарайсың. Оның несі керемет? Енді не істеймін? Осы уақытқа дейін не үйренгеніңді көрсете аласың ба? Шертіп көрейін. Ажап, сенің шынымен де қабілетің бар екен. Көрдің бе? Мен енді бұны жоғалтып алуыма болмайды. Мұнда айтсам, мен ешқандай ағашты білмеймін. Сонда мен алдап, мазақ еткенің ғой. Мен сені алдау ойымда да болған жоқ. Мен тек сенің сеніміңді бұзғым келмеді. Атам әрқашан маған адамның сенімін бұзу, болмаса көңілін жаралау, оның бақытын ұрлаумен тең деп айтатын. Сондықтан сенің сеніміңді бұзуға батпадым. Сенің де осы байланған ағаш сияқты қорқынышың байлап тұр еді. Алайда сен өзіңді күнделікті жеңу арқылы жетістікке өз күшіңмен жеттің. Аққайшы соңғы байлаған матаның түйінін шешіп, ендігәрі тек өз күшіне сену белгісі үшін Айбектің қолына байлап берді.